Баршаңызға сәлем, керек кеңес арнасының көрермендері. Бүгінгі біздің тақырып аш қарынға жеуге болатын және болмайтын тағамдар. Йогурт, кофе және апельсин шырыны біздің көпшілігіміз сау және жігерлі таңғы асқа елестетеді. Алайда, өкінішке орай біздің денеміз аш қарынға барлық тағамды қуанышпен қабылдамайтын көп адамдар біле бермейді. Аш қарынға қандай тағам жақсы, ал не зиянды? Таңертең не жеуге болады, не жеуге болмайтынын анықтауға шешім қабылдадым. Аш қарынға жеуге болмайтын 5 зиянды тағам. Бірінші, тәттілер мен кондитерлік өнімдер. Әрине, көптеген оқырмандар бірден француз әйелдері ше, физиологияны тамақтану әдетімен сендіру мүмкін емес. Ашытқы асқазанның қабырғаларын тітіркендіреді және газдың өндірілуін жоғарылатады. Яғни асқазанның толуы мен оның шуылына жарты күн кепілдік беріледі. Қант инсулин өндірісін арттырады және бұл оянған ұйқы безі үшін үлкен жүктеме. Сонымен қатар инсулиннің артық мөлшері екі жақтың артық жиналуына ықпал етеді. Екінші, йогурт және басқа ашытылған сүт өнімдері. Тұз қышқылы асқазанға аш қарынға түсетін сүт қышқылының барлық бактерияларын жояды. Сондықтан таңертең мұндай тағамның пайдасы аз болады. Айран, йогурт, ашытылған сүт және басқа да ашытылған сүт өнімдерін тамақтан кейін 1,5 сағаттан кейін қолданыңыз. Немесе таңғы ас кезінде сүзбе араластырыңыз. Содан кейін ғана лакта және бифидобактериялар ағзаға шынымен де пайдалы болады. Үшінші, цитрус жемістері. Апельсин шырыны бүкіл әлем бойынша көптеген адамдарға арналған таңғы астың ажырамас бөлігі. Көптеген диеталар таңертең грейпфрутты жеуге кеңес береді, себебі оның май жағатын қасиеті жоғары, ал біреу жемістерді таңғы рационға қосады. Олардың арасында цитрус тілімдері көп. Бірақ мен жоғарыда айтылғандардың бәрін орындауды ұсынбаймын және тіпті ескертпеймін. Цитрустық эфир майлары мен жеміс қышқылдары аш қарынның шырышты қабығын тітіркендіреді, күйдіріп тудырады, гастрит пен жараның пайда болуына ықпал етеді. Төртінші, салқын және газдалған сусындар. Жазда ол таңертең 1 стакан суық су, квас немесе тәтті кола ішуге азғырылады. Түнгі ұйқыдан кейін әсіресе ыстық мезгілде ағзаға сұйықтық қажет. Диетологтар күнді 1 стакан судан бастауға шақырады. Бұл түнде жоғалтқан ықпалды толықтыруға мүмкіндік береді және ас қорытуды жақсартады. Бірақ бұл бөлме температурасындағы мөлдір су немесе салқын су болуы керек. Суық немесе газдалған сусындар шырышты қабықты зақымдайды және асқазан қан айналымын нашарлатады. Бұл тағамды ас қорытуды қиындатады. Бесінші, кофе. Күнді ешқашан аш қарынға бір шынаяқ кофемен бастамаңыз. Әрине, планетадағы әрбір екінші адам таңертең бұл хош иісті сусынсыз қалай ояну керектігін елестете алмайды. Бірақ ақиқат өте қиын. Асқазанға кіргенде кофеин шырышты қабығын тітіркендіреді, осылайша асқазан секрециясын күшейтеді, шырыны және күйдіргі тудырады. Ал егер сізде гастрит болса, таңертең күнделікті кофе ішу оны одан сайын нашарлатады. Ал енді аш қарынға жеуге болатын 5 тағамды айтайық. Бірінші, сұлы. Шынында да бұл ересектерге де балаларға да өте пайдалы таңғы ас қаншайымы. Сұлы жармасы асқазанның қабырғаларын қақтап, зиянды әсерден қорғайды. Токсиндерді кетіреді, ас қорытуды қалыпты етеді. Кальций, магний, фосфор, темір мен мырышқа бай сұлы майы, сонымен қатар В1, В2, Е дәрумендері ағзаға күні бойы қажетті энергия береді. Сұлы ботқасына жаңғақ, алма кесектерін, жидектерді, мейізді немесе кептірілген өрікті қосу өте пайдалы. Ботқаны сүтте де, суда да пісіруге болады. Екінші, сүзбе. Бұл кальцийге бай өнім тістерді, сүйектерді, тырнақтар мен шашты нығайтады және терінің күйін жақсартады. Сүзбе таңғы асқа өте ыңғайлы, өйткені оның құрамында көптеген дәрумендер, яғни А, В1, В2, С, Е және макро мен микроэлементтер, кальций, магний, натрий, калий, фосфор мен
тіршілік қабілетін арттыратын амин қышқалдары бар. Жастық пен белсенділікті сақтайтын, денеге қуат беретін қабілеті де бар. Үшінші, жұмыртқа. Зерттеулерде көрсеткендей, таңғы асқа жұмыртқа келесі күні калория мөлшерін азайтудың тамаша әдісі болып табылады. Бұл өте қанағаттарлық өнім, ағзаға пайдалы, ақуызға және алмастырылмайтын амин қышқылдарына бай. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша, қандағы холестериннің жоғарылауын болдырмау үшін аптасына 10 жұмыртқа жеуге рұқсат етілген. Егер холестерин деңгейі жоғары болса, аптасына жұмыртқа санын 2-3 данаға дейін азайту керек. Төртінші, сүт қосылған қарақұмық ботқасы. Құрамында көптеген дәрумендер мен минералдар бар өте пайдалы комбинация. Бұл таңғы ас балаларға өте ыңғайлы. Қанттың орнына балды қолданған дұрыс. Ол мидың жұмысын жақсартады және серотониннің, яғни қуаныш гормоны деңгейін жоғарылатады. Бесінші, жасыл шай. Сіз таңертең әдеттегі күшті кофені шынаяқ жасыл шаймен алмастыра аласыз. Көптеген витаминдерден және микроэлементтерден басқа, бұл сусын құрамында кофеин бар. Бірақ оның жасыл шайдағы әсері кофеге қарағанда әлде қайда жұмсақ. Ол асқазанға зиян келтірмейді және жұмыс күні алдында жайлы және көңілді көңіл-күй қалыптастырады. Қорытындылай келе, таңертең тоңазытқышты ашқанда немесе кешке таңғы ас туралы ойлағанда, өнімдердің дәмін ғана емес, артықшылығын да ұмытпаңыз. Достар, бүгінге осы. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.